Саламатсыңдар ма оқушылар? Бүгін математика сабағынан бірінші сабақты өтеміз. А деңгейінің есептерлігінің барлығын мен шығарып қойдым, оны алдағы видеодан көрсеңдер болады. Енді Б деңгейінің есебін шығарайық. 6-шы тапсырма. Мұнда берілген сандарды оқимыз. Жер экваторының ұзындығы 40.075.696 метр. 40-ның артында 6 сан болғандықтан ол миллион болады. Келесі екінші. Күннен жерге дейінгі қашықтық 149.597.900 километр. Үшінші. Азияның ауданы 42.400.000 квадрат километр. Төртіншісі. Жерден айға дейінгі қашықтық 384.401.000 метр. Жетінші тапсырма. Цифрлармен жазыңдар. Есіңе түсір. Сен бірінші сыныпқа қай жылы бардың? Ойша ойлап жазуларыңа да болады. 5-ші сынып қазір 2021 жыл. Енді осыны кері қарай шегереміз. Сонда бірінші сыныпқа сендер 2017 жылы бардыңдар. Екіншісі, сен қай жылы мектеп бітіресің? Қазір 5-ші сынып оқисыңдар, демек 6 жылдан соң сендер 11-ші сынып оқисыңдар. Сонда 2027 жылы сендер 11-ші сыныпты бітіресіңдер. 8-ші тапсырма. Санды цифрлармен жазып, сонан соң оқыңдар. Бірінші, ең кіші 4 таңбалы натурал сан. Балалар, натурал сан дегеніміз санауға қолданылатын сандарды айтамыз. Ең кіші натурал сан, ең кіші 4 таңбалы натурал сан, ол бізде 1000 болады. Екінші, ең үлкен 6 таңбалы натурал сан. 999.999. Үшінші, ең кіші 8 таңбалы натурал сан. 10 миллион. Келесі төртіншісі, ең үлкен және 7 таңбалы натурал сан, ол бізде 9.999.999. Келесі 9-шы есеп. Санды разрядты қосылғыштардың қосындысы түрінде 2 тәсілмен жазыңдар. Мұнда бізде үлгі берілген. 9746-ны 9000 қосылған 700 қосылған 40 қосылған 6. Яғни бұл жерде 1-лік, 10-дық, 100-дік және 1000-дықтарды бөліп жазамыз. Келесінде сол сандарды көбейту таңбасымен және қосу амалымен біріктіріп жазамыз. Бірінші санымыз 4915. Мінекей бірінші санымыз. Оны 4000 қосылған 900 қосылған 10 қосылған 5 деп жазамыз. Келесі көбейтінді түрінде 4 көбейтілген 1000 қосылған 9 көбейтілген 100 қосылған 10 қосылған 5. Екінші санымыз 6083. Жазылу жолы осылай болады. Үшінші санымыз 15009. Екі тәсілмен де жазылу жолы осылай. Төртінші санымыз 25467. Бесінші санымыз 10083. 10803. Келесі соңғы алтыншы санымыз 206030. Өз жауаптарымен салыстырыңдар. 10-шы тапсырмамыз. 0, 1 және 9, 0, 3 және 5 цифрларын қайталамай жазғанда, оларда неше түрлі 3 таңбалы натурал сан құрастыруға болады. Және құрастырылған 3 таңбалы натурал санды жазамыз. 0, 1, 9 цифрынан біз 3 таңбалы натурал санды құрастыруымыз керек. Ол бірінші 190, келесі 109, 910 және 901. Яғни 4 түрлі сан құрастырылады екенбіз. Келесі 0, 3 және 5 саны. Бұдан біз құрастырамыз 350, 305, 530 және 503 саны екен.
Енді мұнда сұрақ берілген, натурал санның ең жоғарғы разрядын 0 цифрмен жазуға бола ма? Жауабы жоқ. 0 цифрынан басталатын бізде сан жоқ. Олай біз жаза алмаймыз. Келесі 11-ші тапсырма. Мына тұжырымдамалардан қайсысы дұрыс? Біріншісі, кез келген натурал саннан бірге кем натурал сан бар. Жауап бұрыс, яғни дұрыс емес. Мысалы, бізде 8 саны бар. 8-ден бірге кем натурал сан 7. 3-тен бірге кем натурал сан 2. Енді 1-ді алсақ, 1-де бізде натурал сан ғой. 1-ден кіші натурал сан бізде жоқ. 0 ол бізде натурал санға кірмейді. Келесі екінші. Санның ең жоғарғы разряды кез келген цифрмен жазылады. Жауап бұрыс, яғни дұрыс емес. Бізде 0 натурал санға кірмейді, яғни 0-ден басталатын ең жоғарғы разрядты біз олай цифрды жаза алмаймыз. Үшінші сұрақ. 1-ден өзге әрбір натурал саннан бірге кем натурал сан бар. Жауап дұрыс. Жаңа бірінші сұраққа қарама қарсы. Яғни бізде 1-ден кіші натурал сан жоқ, ал қалған одан үлкендерінде одан бірге кем натурал сан бар. Төртінші. Санның ең жоғарғы разряды 0-ден өзге цифрмен жазылады. Жауап дұрыс. Барлық сұрақтарға жауап бердік. Енді соңғы есеп 12-ші тапсырма. Ұзындығы 16 метр тоқыма баудан өлшеуіш құралдарды пайдаланбай 6 метр тоқыма бауды қалай қиып алуға болады? Алдымен дәптерімізге 16 метр біз бауды сызып аламыз. Осы 16 метр бауды біз теңде 2 бөлікке бөлеміз. Сонда екі жағында 8 метр және 8 метр қалады. Мына екінші жағындағын тағы теңде 2-ке бөлеміз. Сонда 4 сантиметр және 4 сантиметр болады. Осы 4 сантиметрді және тағы бір бөлеміз. Сонда міне 2-де 2 сантиметр бөлік шығады. Міне жартысы 8 метр. 8 метрдің мына жағы 4 сантиметр болса, оны тағы 2-ке бөлеміз. Сонда мына жағы 2, мына жағы 2 сантиметр болады. Енді бізге 6 сантиметр. 6 метрді алу керек. Міне мына общий 4 сантиметр болса, тағы мына жақтағы 2 метрді аламыз. Сонда бізде мына жерден мына жерге дейінгі ара қашықтық 6 метр. Осылайша біз ешқандай өлшеуіш құралдарды пайдаланбай 6 метр тоқыма бауды қиып ала аламыз. Балалар, Б деңгейіндегі барлық есептеріміз шықты. Енді келесі С деңгейінің есебін келесі видеоға салатын боламын. Сау болыңдар балалар.